Биыл қазақстандық кеден мен салық органдарының құрылғанына 30 жыл. Кәсіби мерекеге орай Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті март сауда орталығында облыс орталығының тұрғындары үшін ақпараттық алаңы ұйымдастырды. Мақсаты шаһар тұрғындарын пайдалы мәліметтермен қамтамасыз етіп, қабылдау өткізу, сауалдарға жауап беру. Кәсіби мереке қарсаңында жол картасын жүзеге асыру бойынша жаңа іс-қимыл бағдарламасына көшу аясында облыстық мемлекеттік кірістер департаменті қала әкімшілігімен бірлесіп, салық және кеден заңнамасы бойынша кеңестер беру бойынша тұрғындарды қабылдады. Ақпараттық кеңес алаңында мемлекеттік кірістер органдарында ақпараттық цифрлық технологияларды енгізу туралы сөз қозғалды. Қазақстан Республикасы мемлекеттік кірістер органдарының құрылған күні қарсаңында сондай-ақ салық төлеушілерге мемлекеттік кірістер органдарының қызметі туралы сапалы және уақытылы ақпараттандыру жол картасы шеңберінде жұмыстар жүргізілуде. Осы орайда март магнат сауда орталығында Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті, Тараз қаласы және Жамбыл облысы тұрғындарына салық және кеден заңнамасы бойынша, сонымен қатар салық мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық цифрлық технологияларды енгізу бойынша түсіндірме жұмыстарын, сондай-ақ кездесу қабылдау жұмыстарын жүргізуде. Жол картасы мемлекеттік қызметтерді тиімді дамыту шараларын ұйымдастыру бойынша жұмысты көздейді. Салық төлеушілер өздерін толғандырған сауалдарына тұшымды жауаптар алды. Кеңес алған тұрғындар өз кезегінде қызметкерлерге уақытылы әрі сапалы ақпарат бергені үшін алғыстарын білдіреді. Я для себя получила очень полезной информации. Мен өзім үшін өте пайдалы декларацияны тапсыру бойынша ақпарат алдым. Тағы жеке табыс салығы, кассалық ақпаратты қолдану бойынша кеңес алдым. Мамандарға алғысымды айтқым келеді. Мұндай іс-шараларды жиі ұйымдастырса деген тілегім бар. Бүгін сауда орталығына қыдырып келіп, құнды ақпараттарды алдым. Март сауда орталығында LED экранында мобильді қосымшалар туралы бейнеролик көрсетілді. Сондай-ақ қызметкерлер салық режимі туралы баяндайтын арнайы парақшалар таратты. Мемлекеттік кірістер департаментінен келіп тұрмыз. Бүгін бізде ашық күн. Сұрақтарыңыз болса, бізге ана жаққа келіп отырып сөйтсеңіз болады. Ана жақта біздің мәліметтеріміз жазылып тұр. Қазір қарыздарыңыз болса, білсеңіз болады. Мағжан Орынбасар, Нұрлан Бектұрсын, Ерболат Жақаш, 77 News.